Мөлдір өзінің әлеуметтік желісінде сынық бокалдың қайта қалпына келмейтінін көрсетіп, Тұрсынбектің көңілін қаншалықты сындырғанын көрсетпек, қанша кешірім сұраса да бұрынғыдай бола алмайтынын жеткізгендей. Әрине, қаншама қиындықтан өтіп, шаттықты да, аштықты да бірге өткізіп, енді балалар өсті. Солардың қызығын бірге көреміз дегенде, жарты белде сатқындық жасап басқаға кеткені кімге болса да ауыр тиеді. Мөлдірдің салған әрбір посты өзінің өміріне қатысы бары анық. Ішімізде жазылмаған жаралар бар, солар бізге ауыр тигізуі мүмкін. Басында бәрі керемет болады, тәтті сөйлесеміз, бәріне күш саламыз, мінсіз болуға тырысамыз. Бірақ уақыт өте келе өзімізді емес, образдан да шаршаймыз. Маскалар шешіледі. Сен менің ең қиын, ең ауыр мінезімді көресің. Сен мені өзіме сенімсіз етіп жібересің. Мен бірінші дауыс көтеруім мүмкін, қызғануым мүмкін, қолда көтеруім мүмкін. Ол сен боласың. Сен мені ренжітесің. Мен алғаш жақын адамымды да жоғалтамын. Ол да сен боласың. Бірақ бұл махаббат болады дейді. Яғни өмірлік сабақ болады дейді. Сонда нені меңзеді? Тұрсынбек қолда көтерген бе? Бұл қалай болғаны? Не де болса Мөлдірге ендігі жерде бақыт тілейміз. Тек бақытты болсын. Ешқашан сағы сынбай, тек күліп, көңілді көңіл күймен жүрсін. Балалары үшін бақытты ана, біз үшін талантты әртіс, әнші болсын. Көзіндегі жас тек қуанышта, балаларының қуанышында шықсын. Әрдайым бақыт тілеп қаламыз. Саған не дейді? Это книга про вас. Мы сами написали книгу. Вау! Не дейді? Мама, жүрегім тікет. Мөлдір Мұлқан. Қашан? А? Мамочки, қалай? Вот. Баспадан. Ой. Мәссаған. С детства бәріміздің біздің... Вот. Привет, мам. Бұл кітап әдемі Айым, Айару, Нұриман, Райбек және Жібектің артынан сіздің туған күніңізге кішігірім естелік. Мұны кім ойлады? Бәріміз. Мен үшін ана сөзі өмірімдегі ең қымбат Бәріміз. Анам әрдайым мені қолдап қиын сәттерде береді. Оның мейірімі мен қамқорлығы мені бала кезінен қоршап келіп, тек қана сіз деп жүгінемін, себебі бұл құрметтің белгісі. Ой, мама, мен мынандай нәрсе көріп тұрмын. Жаным. Мама. Классно, да? Балалар жазып қойған барса телефонда. Сол үшін телефон сұрадыңыз ба? Жандарым. Иә, сұрағам. Ракун телефон жоқ, сол ракун жазбаған ғой. Ең күшті сыйлық болды. Жаным. Мен кім ойлады мұны? Вот әдемі үшеуміз түсіндер, әдемі тігілдәс книга села. Жаман достар болса, олармен дос болмады. Сен өзің ойладыңдар ма осының бәрін? Бәрін жазып. Бәрі өздерінің сөздері болып тұрған. Кішкентай кезімізде бері соңында өзімізге анаған бағып бер жұмыс жасап жатырмыз дейді. Мен анады мақтанып, анам менен. Өйткені бір сабақ жақсы оқиды. Она учила нас, если тебя ударит, то ударит. Это я писала? Я сидела айттым ба? Иә. Когда у нее не было настроения, она нам этого не показывала. Когда она продала наши вещи за 2 миллиона, а им то же самое, что Вадим. Мне полететь в Польшу, дейді. Отлично, Нурима, когда она разрешила мне полететь в Барселону, дейді. Тиктоктан бәрі киімдер зат. Негізі тиктокты сатқан ақшаға десең, иә? Осындай
ол кезде бірақ шынымен де сондай жағдай болып тұрған болатын. Мы показываем свою любовь маме обнимашками дейді, күнде дейді. Сіз анаңызға соңғы рет қашан мен жақсы көремін деп айттыңыз. Әдем Адикош, аяк люлю, нуни ракош, век жива. Телефонды шрифтаңдар. Әдемі китайский сумкадан көйлек дейді. Анаңыз сізге ерекше есте қалған маскарадқа арналған қандай костюмді жасауға көмектесті. Әдемі китайский сумкадан көйлек тігіп біз айым күз қаншайына көйлек тіктіріп бірінші орын алған болатын дейді. Мынның бәрін мен ұмытып қалдым уже. Есімде бірақ анда сендер қалай ұмытпағансыңдар. Біздің мерекеге арнап жасаған заттар және менің әдемі тіккен көйлектерім, айымна жасаған открыткалар, аярод тоқыған заттар, Нұрима жасаған қолөнер заттар, айымбектің суреттері дейді. Айым кішкентай кезінде Аяла деген әнге жылайтын, соны еске алып күлемін. Аяла деген қосқан жылайтынсың сен. Біз барлығымыз қатты өнерліміз, әш етістігіміз іліп, инстаға салып марқайып отырады дейді. Маме, нешті күштесі киіндеретін қызыл көйлек болса, барлық қызыл нәски бантик колготки всегда модница болып жүретін. Бір сөзін білмеймін, бірақ көп сөздер дұрыс айтпайтын. Кола қарасы жұмыртқа жұқалама деп айтасың дейді. Дубайда Джейла концертті дейді. Мама үйге кезі күннің нұры шуаған шаштың тұрған әсер береді. Мамасы өте бос болып тұрады дейді. Шкафты шашып тастап жина. Дейді, и все жинайсың. Сіздің анаңыздың тұрмыстық әдеттерінің қайсысын болашақ үйіңізге қайталағыңыз келеді дейді. Мен қыздарым үйінде барғанда енемен баняға бару дейді. Шучу. Әр қонақты бос қолсыз кетірмеу, обязательно бір подарок беру дейді. Құлақты сырға қалып. Сіздің отбасыңызда ғана тән тұрмыстық өмірдегі қызық нәрселер. Құлақты сырға салу кезінде тестіру. Я қыздарымыздың құлақтары тесік емес, құдалар кигенде өздері тезеді. Сіздің анаңыздың үйге мерекелік көңіл-күй қалыптастыру үшін не істейді? Тикток түсіреміз де. Негізі мама үйде күнде мереке болып жатқан сияқты өткізеді. Музыка, тамақ, жақсы көңіл-күй дейді. Ресторан бар, семейный ужин жасаймыз. Красивая, добрая, яркая посетительность. Ой, маму любят все. Все они говорят только хорошее, потому что она всем желает только хорошего и видит только плюсы в человеке. Сезонно бейтанца, например, қалай сипаттайды. Самая красивая девушка, которая не любит бездельничать, всегда что-то делать в душе компании. Мә бәрі жазғандар, біз сізді қатты жақсы көреміз. Біз үшеуміз мамаға тартқанбыз, өмірді тыпырлап бірдеңе жасап жүреміз, күлкімізде түрімізде мамаға қатты тартқан, үлгермей жатқан кезде немесе срочно бірдеңе болып қалған кезде жан жаққа қарап жүгіру дейді, дірілдеу дейді. Олай. Сөйтем ба? Сіз қандай ортақ хобби немесе іспен айналысқан жақсыз? Билеу, тикток түсіру дейді. Соңғы бірге өткізген демалыстар Дубай 5 күн біз үшін өте күшті ашық көңілді дос демалысы. Біз одан сайын жақын болып көп сөйлесіп қатырдық, жыл концертіне бардық, от души билеп өлең айтып көңілді уақыт өткіздік. Біз сізді жақсы көреміз. Соны рахмет. Айым, Айым, Аяру, Нұриман, Ракон, Южандарым. Міне маған ұқсайды. Міне маған ұқсайды. Міне. Рахмет.